Бүгінгі тақырып сандар. Сандар бізде былай бөлінген, қазір түсіндіріп берем. Қараңдар, мына жерде 0-ден 12-ге дейін бөлдім. Мына жерде 0-ден 12-ге дейін әрбір санның өзінің аты бар. Мысалға 0 білесіңдер, ол 0 деп атайды. Немесе, егер прям 0 дегісі келмесе, кейде O деп атайды. O деген әріпке ұқсайды ғой, сол үшін O деп атайды. Кейде 0 дейді, O дейді. Және 1 деген 1, 2 деген 2, 3 деген 3. Нәрде TH ана сақау с сияқты бар ғой, андай. С-ның сақау түрі. С емес, 3 деп аталады. Сосын 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8. Но Г, Х оқылмайды, 8 деп оқылады. Сосын 9, 9, 10 бізде 10 болады, 11, 11, 12, 12. Енді қарам, мына жердегі 13-тен бастап сандар басқаша аталатын болады. Мысалға 13 деген 13. 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18. ГХ оқылмайды. 19, 19. Енді қараңдар, мына жерде барлығында бар сөз тин деген сөздер бар мына жерде, әрбір сөзде. Осылардың барлығын қалай есе сақтаса болады? Тин деген подросток деген сөзді білесіңдер ғой, подросток деген ағылшынша былай жазылады. Teenager деген сөзді естідіңдер ма? Вот сол ағылшын тілінде подросток саналады. 13 жастан 19 жасқа дейін адам әлі подросток болып саналады, тинейджер болып саналады. Сол үшін, жасына тин деген қосылғаннан кейін ол уже подросток бала емес. Мына барлығы кішкентай бала болып саналады. Мына жерде уже подросток болып саналады. Содан кейін 20 бізде 20, тин емес ти болады. Мына жерде Y-E болып оқылады. 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, GH оқылмайды. 90, 90 болады. Мына жерде шатастырмау керек. Мынау тин, мынаның барлығы, мынау ти болып оқылады. Енді мына жерде мысалға 21 дегіміз келеді. Мына сөзбен мына сөзді қосамыз. 21, екеуі бөлек жазылады. Сол кезде 21 болады. 35 дейміз. 35 болады. То есть мына екі сөзді қосу арқылы жаңа сан шығарамыз. Бірақ мына сөзбен қоса алмаймыз. Мына жерде қосамыз мына жерге. Енді 100 деген 100 деген сөз. Енді 101 да, 100-ге тағы да сан қосамыз. 125, 101, 106. Сол кезде бізде былай болады. 101 және 1. 100 және 1 деп атаймыз. Егер 121 болса, 100 және 21 дейміз. 121. Егер 200 болса, онда 200 болады. Мына сан ауысады. Мына ауысатын болса. 201 болады. 201. 1000 бізде 1000. Жаңа басында айтқанда сақаусы бар емес па? Ол да мына жерде тоже аталады. 1000. Сақаусы. 1000. Миллион. 1
миллион, 1 million. Да? Мыналарды бір-біріне қосып сан шығарса болады. Мысалы, 1111, 1 million, 1111. 11 или 101 десе болады. 2 million болса, 2 миллион болса, 2 million. Мына сөзді ауыстырамыз басындағы. Мына бізде миллиард, ол бізде болады 1 billion. Миллион деген м-мен, миллиард деген б-мен жазылады. 1 billion. Енді мына жерде сандарға қатысты тағы да бір сандар бар. Мына жерде 1984 деген ол жыл. Жылдар бізде ағылшын тілінде 1984 деп қазақша айтылмайды. Қазақтарда айтылады 1984 деп. Ағылшын тілінде олар бүйтіп екіге бөледі. 1984 дейді. Да, или 2001 болса 2001. Мына жерде қалай болады? 1984. Да? Жыл болса бізде екіге бөлінеді. Бұлай сан екіге бөлінеді. 1984 деп сөйтіп аталады. Мынау мысалға біреудің номері. Мен білмеймін екен, мына номерге звондамаңдар, жазбаңдар. Біреудің номері ойдан шығады. Егер мынандай номер болатын болса, оны 800, 702, 246, мынау деп қазақша айтпайды да олай. Ағылшын тілінде әрбір санды бір-бірден айтады. 8, 702, немесе 702, 246, 0125 деп атайды. То есть әрбір сан отдельно оқылады. Неге отдельно оқылады? Себебі мына жерден номер енді важный цифра ғой, оның әрбір номері, әрбір саны важный ғой. Сол үшін әрбір санын отдельно айтады, чтобы адам дұрыстап түсіну үшін. Енді мына номердің ішінде бізде двойной немесе тройной цифра бірге келеді да, 44 или 44. Егер двойной сан болса 44 демейді. Олар егер ол телефон номерінің ішінде болса, онда оны double 4 дейді. Double деген двойной деген сөз. Двойной 4. 8, 702, 2. Мына жерде мысалға 4 тұратын болса, 2, 4, 0125 деп атады. Телефон номері болса. Сосын 5 үшеу болса, онда болады 355. Triple деген тройной деген сөз. То есть жаңағы санның тройной түрі да, мына жерде мысалға 0125 емес, 0555 болса, онда 8702, 244, 0355 болады. Окей? Вот сандарды осылай жаттасаңдар болады. Әрқайсысын жазып алып, шатастырмай есте сақтап жүріңдер.